Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен мерекелік дастарханға арналған алма қосылған бәліш дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен қаймақ пен қопсытқышты араластырып, бөлек қойып қоямыз. Бөлек ыдыста бөлме температурасындағы майды және оған қантты қосып миксерлеп аламыз. Одан кейін қаймақ пен қопсытқыштан дайындаған апарамызды қосып араластырамыз. Бөлме температурасындағы жұмыртқаны қосып тағы араластырамыз. Ұнды аз-аздан қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін алдын ала тазартылған алмамызды осылай кішкентай бөліктерге бөліп, оған қант қосып араластырамыз. Қамырымызды осындай бір үлкен және бір кіші екі бөлікке бөлеміз. Алдымен үлкен қамырымызды жұқа қылып жайып шығамыз. Қамырды табаға орналастырып аламыз, үстіне салмасын салып, жайып шығамыз және видеода көрсетілгендей форма шығарамыз. Екінші кішірек қамырымызды жұқа қылып жайып шығамыз. Қамырдың үстін осындай арнайы қамыр кесетін роликпен жүргізіп шығамыз. Алдыңғы қамырдың үстіне орналастырып, шеттерін бекітіп шығамыз. Үстіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз және қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер, сіздердің мерекелік дастархандарыңыздың көркі боларына сенімдімін және баршаңызға ас болсын.